Балқаш қаласынан кенді аймақ, мысты аймақ, керемет табиғатқа ие Балқаш қаласынан тікелей эфирдеміз. Назарбаев зияткерлік мектебінің іс тәжірибесін таратуға бағытталған керемет форум өтіп жатыр, республикалық форум. Бұл форумға біздің республикамыздың әр түкпірінен, сонымен бірге облыстың жан-жағынан көптеген ұстаздар, оқушылар және ата-аналар қатысуда. Құрметті көрермендер, бүгінгі шеберлік сынып беретін 70 мұғалімнің бірі Шет ауданынан келген Айгерім Көкембаева, қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі, білікті жас мамандардың бірі. Айгерім, дайындық қалай? Өте жақсы дайындығымыз, ата-аналар барынша жақсы әсерден қалады деп ойлаймыз. Ең басты мақсатымыз эссе жазуды үйретеміз. Бүгінгі таңдағы келелі мәселе, себебі ата-аналар болсын, оқушылар болсын, әлі де шығармамен эссеге айналдыра алмайды. Сондықтан да тезисті дұрыстандықтан оларды өте жақсы өтеді деген ойдамын. Себебі құрметті көрермендер, мен Айгерімнің бұрында сабақтарының осы эссе жазу үйірмесі бар екенін біліп көргенмін. Біздің ата-аналарымыз бүгін өте жақсы риза болып кетеді. Ата-аналар, критерийға сай эссе жазу бұл оңай дүние емес, дегенмен де соған қарай бүгін сіздерді бағыттаймыз. Ендеше сіздерге беретін тапсырма. Әркім бақытты әртүрлі түсінеді. Бақыт деген не? Деген тақырыпта эссе жазу керексіздер. Әрине, уақыттығыз барлық бөлімді қамту мүмкін емес. Ата-аналар қорықпаңыздар, көмектесеміз. Тек қана кіріспе бөлімді жазасыздар. Сіздердің алдарыңызға қазір эссе жазудың мына әріптесім құрылымын таратып жатыр. Сол жерден қарауларыңызға болады. Мағали Мақатаевтың тілімен жауап берсем тағы да. Бақыт деген не өзі? Бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, бақыт деген барлық, байлық емес пе? Керегінше киіп ішсе, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан өзге болса керек, оның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Қарын тойып қар тойнау. Бір айтады, бақыт деген адамдармен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да саған керек қой. Пікірлердің таласына мен солай жолықтым. Бақыт адам баласына оңай келмес сондықтан. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес әрбір адам үлестіріп алғанда. Үміт үзбей дейтұғын сол бір жақытты, оны іздеген бақытты. Әріптестер, сіздер қазір сабақта алған әсерлеріңізді мына бір стикерлерге жазсаңыздар, Сабақтарымыз өте жақсы өтті. Тілдерін жатық. Тарихпен де, әдебиетпен де байланыстырдық, өмірден де алдыңдар. Біздің сабағымыздан сіздердің сабақтарыңыз ерекше. Ағадыр кенті Гагарин атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ілиясова Ратия, Ілиясқызы жоғарғы санатты ұстаз, еңбек өтілі 32 жыл, қазіргі кезде еңбек демалысында болғанымен әлі де еңбек етіп келеді. Бүгінгі Ақылбаев мектебінің мұғалімдеріне шебер сабақтары өте маған ұнады. Біріншіден, жаңартылған жаңа мазмұнды жетік меңгерген ұстаз деген үлкен бір есіммен берілген сабақ бір көрінісі болып табылды. Әрине, сабақ барысында мұғалімнің дауысы, әрбір балаға деген ынтасы, осының барлығы мында қатты болған. Әсіресе бақыт деген сабақ өте кең көлемді сабақ болды. Әрине, бақыт қажеттігі. Бақыт деген не тақырыбындағы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназия ұстаздарының өткізген сабағына кері байланысыңыз болса? Да, кері байланыс. Қазіргі уақытта біздің балаларымыз эссе жазудан өте қатты қиналады. Жалпы бұл курсты мен өзім
қолдаймын. Өйткені жаңа сіздер эссе жазудың қалай бастау керек екенін, неден бастау керек екенін соның бәрін тәптіштеп тұрып ата-аналарға түсіндіріп айтып бердіңіз. Действительно өте қонымды. Кейбір ата-ана балада кейде даже мұғалім де білмей жатады эссені неден бастау керек екенін. Соның бәрін жақсы көрсетіп кеттіңіз жолдарын. Енді екіншіден айтсам, бұл ата-аналар отыр ғой, действительно не только эссе, олар вариативтік сабақ не екенін де білмейді. Әрбір соның инвариант, вариативті олар бөліп жатпайды. Вариативтік сабақтың қалай өтетінін көрді біріншіден. Екіншіден мұғалімдер, ата-аналардың өзінің көкейінде жүрген сұрақтарына жауап алды деп ойлаймын. Ол жалғыз эссе жазу ғана емес, жалпы бұл сабақтың түрін көрсеттіңіздер сіздер вариативтік сабақтың қалай көрсететінін. Сабақ өте жоғары деңгейде өтті. Барлығымыз эссе деген неге түсіндік және де балаларымызға көмек көрсетеміз деп ойлаймыз.